Так, біздің алғашқы күніміз басталды. Осындай жерден тірілдім. Қарапайым адамдар, яғни Майнкрафтерлер Майнкрафтқа кірген жағдайда не істейді? Әрине ағаш жарады. Менің ең қатты жақсы көретін жұмысым. Бізде қазір 12 бөрене бар, оны тақтайға айналдырып, өзімізге алғашқы қадамды, яғни верстакты жасаймыз. Мен осындай бір әдемі сыйлықты көріп тұрмын. Ана жерде аю тұр. Мен оған пока что дайын емеспін, сондықтан қазір верстакты қоямыз да өзімізге алғашқы кирканы жасаймыз. Біздің киркамыз дайын. Енді тасты жинаймыз. Неге? Себебі бізге тас инструменттер өте қажет. Мынандай үлкен пещераны тауып алдым, өте керемет. Менің тас инструменттерім дайын. Менің бүгінгі видеодағы мақсатым, ең негізгі мақсатым ауылды табу. Неге? Себебі ол жақта өмір сүру, дамуға өте қолайлы. Сондықтан бүгінгі видеода ауылды қалай солай табуым керек. Мен ана батып жатқан кемеге қатты барғым келіп тұр, бірақ мына аюлардан қорқып тұрмын. Аю тисер ме екен маған? Жоқ, маған тиспей тұр пока что. Давайте көреміз, секіреміз. Қайыққа кірдік, сандықта улы картошка и пшеницалар бар екен. Тағы да бір сундук бар ма екен мына қайықта? Осындай керемет сыйлық. Рахмет. Видео басалғанына почти 2 минут болды, менде уже 8 железо. Ол өте керемет. Еще осындай үлкен сыйлық тағы да. Рахмет, Майнкрафт. Менің мақсатым 2-3 минутта орындалып кетті. Сәлем, жителдер. Қалайсыңдар? Жителдердің үйлерін тонаймыз. Так, сандықты ашамыз, нан тұр. Менің как раз қарным қатты ашып жатыр екен. Нанды жеп аламыз. Так, соңғы жителдің үйі. Оппана! Мынаны қараңыздар, қандай үлкен сыйлық. Түн батып келе жатыр. Бұл Майнкрафттағы ең бірінші түніміз. Қайырлы түн. Так, бүгінгі видеодағы мақсатым орындалды. Так, енді қазір біздер өзімізге темір инструменттер жасаймыз, яғни кирка, қылыш и алмазный меч жасаймыз. Және шахтаға барып, шахтадан өзімізге керекті материалдарды жинап, өмір сүруді жалғастырамыз. Осы кішкентай үйге сандығымызды қоя тұрамыз, пока что и заттарды қоя тұрамыз. Мен қазір шахтаға барып, қайттан осы жерге айналып келемін. И содан кейін өзімізге жаңадан үй саламыз. Мен шахтаға дайынмын. Так, мына шахтаға жаймендеп, былайынан түсіп көреміз. Аха. И мына жеріне углды по ходу алып кетеміз. Мынандай үлкен пещераға түстім. И маған уже зомби келе жатыр. Кішкентай зомби келе жатыр еще. Опа, еще мені өртеп жіберді. Мен қазір өліп қалсам өте керемет болады. Тамаша боламыз. И қайттан жүгіреміз. И скелет бар мына жерде. Өте керемет. Жарық жерде тұра тұрамыз. Неге? Себебі мыналар жарыққа келгенде өртенеді. Так, зомбиді өлтірді, кішкентай зомбиді, и үлкен зомби өзі өліп жатыр. Главныйна скелетті өлтіру керек. Скелет маған вообще ұнамайды. Неге? Себебі қашықтан мені атып берекетімді алады. Оны былайынан өлтіреміз. Ура! Жайлап материалдарды жинауға кірісеміз. Бірақ ана жерде 3 пауыкты көріп тұрмын. Мынау булыжникпен салынған не нәрсе? Спавнер ма? Қателеспесем, спавнер. Жарайды, қазір тексереміз. Сіздер мына нәрсені көріп тұрсыздар ма? Қазір қайтадан айналып мына жерге келемін.
Так, мен наконец-то жоғарға шықтым. Қазір өзіміздің сандығымызға барамыз да печті жасап, печке железаларды қоюымыз керек. Мен қазір өзіме броняларды толтырып жасауым керек, себебі бронясыз өте қиын шахтаға түсу, және де өзімізге темір қылыш жасауымыз керек, или алмазный меч. Хотя алмазный меч скорее всего жасайтын болармын, себебі ана жақта өте көп мобтар болады 100%. Сондықтан да өзімізге алмазный меч же темір броня жасайтын боламыз. Так, уже екінші түніміз, сондықтан да ұйықтап аламыз. Қайырлы түн. Так, қайырлы таң атты, өте керемет. Так, біздің печкамыз әлі де қайналып жатыр. Так, бізде нагрудникке өзі жетеді. Темір нагрудник жасадық. Енді бізге бас киім ғана қалды. Бас киімде дайын. Мен толықтай дайынмын. Так, менде барлығы дайын, тек қана тамақты табу керек. Мен тамақты қайдан табамын? Так, картошка бар. Керемет. Тек оны пісіру керек. Біздің картошкаларымыз пісіп жатыр. Оған дейін үй салуға ағаш жинап қайтайын. Так, менде ровно 2 стак бөрене бар. Ол өте керемет, енді үйге қайтамыз. Как раз кеш батып жатыр. Так, мен ағаш жинап келем дегенше өзі 22 картошка піскен екен. Так, менде барлығын қосқанда 41 тамақ бар. Менің ойымша ол шахтаға жетпейтін сияқты, әлде жетеді ме екен? Так, 2-4 қосылды өзі. Жарайды, шахтаға кеттік. Так, үлкен пещераға түстік. Пока что ешкім маған зиян көрсетіп отқан жоқ. Так, шахтаны мен мына жерден көрдім. Так, йо-майо, мен барлығын өлтіруім керек. Мұнау мен ойлаған нәрсе ма? Әлде ол емес па? Лазурит мұнау. Ал мұнау алмаз. Йо-майо, мұнау менің түсім бе, әлде өңім бе? Жарайды, рахмет Майнкрафт. Бұл өте үлкен сыйлық. Крипер. Рахмет, Крипер. Келетін жерде. Керемет. Ең бірінші серияда мен алмаз таптым. Бұл өте үлкен жетістік. Эндермен тиіспей қоймаған. Мен саған да тиіспеймін. Так, тезірек шахтаға түсеміз. Шахтаны мен жоғалталым. Шахта қайда? Шахта мына жерде. Менің артымнан қанша моб қуып келе жатыр. Барлығын өлтіруім керек. Содан кейін барлығымен факелмен толтырып тастауым керек, чтобы тірілмес үшін. Менің хпым өте аз. Сіздер тағы да мынаны көріп тұрсыздар ма? Вообще мен Майнкрафт ойнап жатырмын ба, әлде? Что-то түсінбей жатыр, мен реально айтам. Мен вообще түсініп тұрған жоқпын. Мына жерде золото, ана жерде алмаз. Мына жерде шахта. Жарайды, үлкен рахмет. Мен қазір алмазды жинаймын. Бірақ штук. Жарайды. Еще мен недовольны болам. Так, жаймен деп шахтаға кіреміз. Оңға солға. Всегда оң жақты таңдаймын. Так, мына жерде спавнер. Тағы алмаз. Тағы алмаз. Йо-майо. Мұнау деген вообще. Мен вообще түсініп тұрған жоқпын, шынымды айтам. Мен серияға бөліп емес, бүгін бітіріп тастайтын сияқтымын Майнкрафтты. Так, тағы да спавнер. Сындырамыз. Керемет. Так, тағы да алмаз. Бірақ мына жерде көп. Керемет. Так, біздер мына шахтаны пока что қоя тұрайық, төбеге көтерілейік. Мен өте көп нәрсе жинадым бүгіндікке. Сондықтан төбеге көтерілеміз де үйімізді жалғастырамыз. Яғни үй салуды жалғастырамыз. Так, мен әйтеуір дегенде шықтым. Уже далада түн, қазір мен ұйықтаймын. Так, біз 2 стак өзіміздің ағашымызды аламыз да үйді саламыз. Так, үйді скорее всего мына жерге салатын шығармын. Неге? Себебі мен қысты вообще ұнатпаймын, жазды ұнатамын.
Сондықтан да ана жерге саламын. Так, паук, сені өлтіріп тастайыншы лучше, а то сен мешать етесің маған. Пока. Үйді мен осы жерге шағын етіп саламын. Үй салғанымда мен сіздерге осылай кесіп көрсетейін. Неге? Себебі ол ұзақ материал, оны монтаждау мүмкін емес. Мүмкін, но ерініп тұрмда просто оған. Просто сағат 3:30 болды. Мен мына монтажды либо 10, либо 11-де бастадым. Сондықтан лайк басыңыздар, өтініш. Ұзақ материал, оны сіздерге көрсетуде ыңғайсыз. Тезіретіп көрсетейін десем, ол онша емес, оған көздеріңіз ауырады. Біріншіден музыка қосып істейін десем, ол да тағы болмайды. Сондықтан да сіздерге осылай үзіп көрсетейін, соңғы результатын бірден көрсетемін. Осылай видеоны қорытындылайық. Видео деген өте керемет болды мен үшін. Яғни өте көп нәрсе істедім видеода. Шахтаға бардым, алмаз таптым, үй салдым, және де жителдердің ауылын таптым. Мақсатымнан бөлек өте көп нәрсе істедім, өте қызықты болды деп ойлаймын. Егер де сіздерге осындай контентте, осындай бағыттағы видеолар ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, арнаға тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Ал егер ұнамаса, қай жері ұнамады, соны міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен барлық комментарияны оқимын. Сіздермен болған әрине осыман. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.